ертіс пен еділдің, арқа мен алатаудың арасы, қазақтың алтын бесік ата жұрты. Әгәрәкей, кімдегім осынау қасиетті жерімізге көз алартып, шырқымызды бұзар болса, өз қанына өзін тұншықтырарымызды біліп қойған абзал. Төсекте басымыз қосылмаса да, төскейде малымыз қосылған, қай көршімізге де айтарымыз осы. Дос болғанға құшақ ашық туыспыз, қас қылғанда қиып түсер қылышпыз. Москва. Началась Великая Отечественная война советского народа против немецко-фашистских захватчиков. Бір 1986 жыл 16 желтоқсанда Мәскеудің тағайындауымен Қазақстан Компартиясы орталық комитетінің бас хатшылығына осыған дейін қазақ даласына аяқ басып көрмеген Геннадий Колбиннің сайлануы шовинизмнің қазақ халқын кезекті табанға таптау еді. Бірақ қазақ енді шыдамады. Халықсыз тарих жоқ, тарихсыз халық жоқ деген нақыл бекерге айтылмаса керек. Тарихи зерделеу арқылы тарихи сана, мәдениет, дәстүр, ұрпақтар сабақтастығы қалыптасады. Тарих болып жатқан оқиғаларды жан-жақты әрі тереңнен көре білу қасиетін дамытады және болашаққа дұрыс қадам жасауға жәрдемдеседі. Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев болашаққа бағдар рухани жаңғыру атты бағдарламалық мақаласында әрбір жұрт тарихтан өзінше тағылым алады. Өткен 20-шы ғасыр халқымыз үшін қасіретке толы, зобалаңды зұлмат ғасыр болды. Біз тарихтың сабағын айқын түсінуіміз керек деп атап өтті. Қазақстандағы саяси қуғын-сүргін құрбандарын мәңгі есте сақтау мақсатында тұңғыш президентіміз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың 1997 жылғы 5 сәуірдегі жарлығымен 31 мамыр саяси қуғын-сүргін құрбандарын еске алу күні болып жарияланды. Әлихан Нұрмұхамедұлы Бөкейхан
19 ғасырдың соңы мен 20 ғасырдың басында қазақ зиялыларының қоғам және мемлекет қайраткерлері қатарындағы аса ерекше тұлға. Көрнекті қоғам және мемлекет қайраткері, ұлт азаттық және алаш жетекшісі, Алашорда автономиялы үкіметінің төрағасы, публицистік ғалым, аудармашы. Түркістан екі дүние есігі ғой, Түркістан ер түріктің бесігі ғой. Тамаша Түркістандай жерде туған, түріктің тәңір берген несібі ғой. Ертеде Түркістанды Тұран дескен, Тұранда ер түрігім туып өскен. Тұранның тағдыры бар толқымалы, басынан көп тамаша күндер кешкен. Тұранның тарихы бар өтті жердей, заулаған қалың өрттей аспанға өрлей. Тұранның жері менен суы да жат, теңіздей, терең ауыр ой бергендей. Қазақстанның түкпір-түкпірін қамтыған ұлт азаттық көтерілістің бастауына патша үкіметінің 1916 жылы жарлығы болып қана қойған жоқ. Елдің әбден титығына жеткен патша үкіметінің қорлауы, кемсітуі, шырай жерлер тартып алуы да көтерілістің отын үрлейді. Бұл қазақ халқы үшін өте ауыр кезең еді. Торғайдан Амангелді Имановтың, Жетісудан Бекболат Әшекеевтің ел бастап шыққан ерліктері сол күннің өзінде халық арасында